Достар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге жаңа влогпен келіп қалдық. Біз бүгін қайдамыз? Теңізге келіп қалдық. Достар, бүгінгі видеомыз біздің қызық болайын деп тұр. Және де бізде айтулы бір момент. Бізге кім кеп қосылды? Мұхаммед қосылды. Достар, біздің Мұхаммед алғаш рет теңізге шомылады. Бірақ ол шомылуды жаманақта көреді, ана үйде шомылдырып отқан кезде шықпайын деп бәле болады, иә. В общем, қыздар қызық болайын деп тұр. Реакциясы қандай болады екен Мұхаммедтің, бәрін көреміз, иә. Ал достар, бізбен бірге тамашалаңыздар. Ал достар, мен өзімді де көрсетіп қояйын. Теңізге түстік. Қазір қыздармен, судың астында кім көп тұрады, соны жарысамыз. Бізде қыздар жаңа судың астында кім ұзақ тұрады деп ойын ойнап қойыпты. В общем, суды жұтып қойған ғой, Арука көп, енді құсқым келіп жатыр дейді. Давай басқа жарыс жасайық дейді. Давай онда баллончикпен ана жерге дейін кім бірінші жүзіп барады, иә? Соған жарысамыз, иә? Достар, бізде жел болып тұр, мен сол үшін осы жерден түсіремін. Кішкене қыстау жерден. Бір. Босай. Мыналар вообще. Аяқты қимылдатпаймыз. Аяқты қимылдатпаймыз, қыздар. Ой, бізде жел болып кетті, достар. Масқара жел болып жатыр. Мына толқындарды айта алмаймын енді. Давай, Арука жеңді, Арука. Жарайсың, Арука. Мен мұнда бір катердің қасында тұрып алдым. Осы жер бір ықтау жер екен. Әне біздің туымыз қандай керемет, достар. Жасыл, әдемі, прям көрсең қуанасың ғой мұна цветке ше. Сондай бір әдемі. Қыран құс деген бізде свободаның несі, белгісі. В общем, мұнда күшті болып жатыр. Су жып жылы. Так, қыздар, келіңдер енді, бер қарап келіңдер екеуін. Так, бізде мұнда екеуі жарысып жатыр. Асылай мен Мұхаммед деген келе салып суға бір жүгіріп түсті, сонымен тоңып палатканың ішінде отыр. Қазір палатканың ішінде көрсетем. Олар тамақ жеп отыр. Ал, давай, бола ғой қызым, тез, давай. Жаным, бассейн болса баллончигін тастайды деп, мына жерде қорқынышты екен. Мына волна бізде қатты болып тұрған, мына толқындаршы. Ай, Арука деген пысық болып кетті. Жүріп келеді ғой прям. Давай, Еркеназ, енді келесіде сен жеңу керексің, давай. Жаным, ой, нәзіген. Ой, молодец. Давай, Еркеназ жеңді. Әкел. Жаным, судың бәрін жұттың ғой, Арунас. Судың бәрін жұттың ғой, қызым. Так, молодец. Құстың кеп тұр. Кеттік, жүр, сыртқа шығамыз, жүріңдер. Біздің қыздардың қарындары ашық қалыпты. Қарашты бургер алдық, иә, жаңа жолдар. Асылай, сен не жеп отырсың, қызым? В общем, эстетика емес, біздікі чисто қазақбайский болды ғой, өйткені жел тұрып тұр. Мына жерде қом болып жатыр, сол үшін барынша түсіріп осы моментті түсіргіміз келіп тұр. Арука қарның аш қапты ғой, ас болсын, қызым. Мұхаммед ұйықтап жатыр ана жерде. Ұйықтап қалға ғой, келсек. Еркеназ, бүгін от души загорать етейін деп тұрсыңдар ғой сендер, я? Қап-қара қарағыз болайын деп тұр ғой бұлар. Ана жеп болайын да, ана яқта бір рет істесем, ана шомылмайым, ана яқта бір рет қолынан өтем. Ана бір рет қазандап. Қазасыз ба? Болды онда құмның астына жүріп. Тамақ болып, бір рет суға түсіп. Бассейн жасап жатыр екен, достар. Жел тұрып тұр мұнда. Жаным-ау. Тоңып атқан жоқсыңдар ма? Тоңып атқан жоқсыңдар ма? Жоқ. Нормально ма? Болды, тоңбасаңдар болды. Адап. Көп достар мұнда. Не деген адам? Мынау рейсі шақ қой, мына рейсі шақтың өзінде адам көп. Адам деген десесіне көп екен. Қыздар міне топырақпен ойнап жатыр. Бөпелер бұлар, кішкентай бөпелер. Мұхаммедке папасы шомылуға кетіп қалды. Қазір көрсетем, достар. Ал достар, бізде Мұхаммед тұрды ұйқысынан. Банан жеп отыр. Мына жерде апалары мынандай бассейн істеп жатыр. Міне су тасып қайта. Бірақ ол бассейн ағып кетіп жатыр. Мынау жапсаңдаршы, не болды мынаның барлығы? Асылай, бассейндерің жапсаңдаршы. Қоршау керек қой, болмайды мынау. Мұхаммед, шомыласың ба енді?
достарға көрсетейік сен шомылғаныңда. Жаным, очень. Достар, міне біздің Мұхаммедтің реакциясы суға. Теңізді алғаш көріп тұр. Алғаш рет теңізге аяғым алып тұр. Жаным, жаным. Ой! Құлақ қалдың ғой, балам. Ой, жаным. Опой, жаным. Мұхаммед, жаным. Ой, күшті болып жатыр ма? Кішкене мына жер бізге мешат етіп жатыр. Жаным. Өзі барды да. Құлай салды ғой суға барып. Ойнамайсың ба суға? Жаным, қызық болды ғой мынау деген. Привет, достар, деп қой Мұхаммед. Привет, достар, деп. Қалайсыздар, мен сіздерді жақсы көремін, деп. Жаным, мамасының батыр баласы ғой, батыр баласы. Аяғын батырып қояды. Ал достар, біз тоңып қалдық, жел болып тұр, сол үшін келіп. Палаткіде Мұхаммед екеуміз отырмыз. Бұл бала кирешке тауып алды мына жерден. Кирешке жейм дейді. Жаным, тістей аласың ба сен оны? Мұхаммед, сен оны жей аласың ба? Ой, ажып тастады. Жаным. Мұхаммед, су қалай екен? Салқын ба екен? Мұхаммед, су салқын ба екен? Уақыт жоқ сөйлеуге. Қарны ашып қалған Мұхаммедтің. Ал достар, сізге ұнап жатыр деген үміттеміз. Міндетті түрде лайк баса кетіңіздер, я? Достар, бізде Асылайдың кезегі судан шықпады. Ең көп шомылған бүгін бізде Асылай. Күннің суығына да қарап жатқан жоқ, ештеңге қарап жатқан жоқ. Мынау негізі лай су емес, мынау андай ғой, құм да. Мына жердің барлығы құм қазір. Сол осы майда құмдар осылай лай сияқты көрініп жатыр. Жалпы негізі су жылы, таза су, я? Асылай бүгін қанша су жұттың, айтшы? Жаным, суда дұшы шомылып жатыр. Осы жаз осылардікі болайын деп тұр. Жаным, ой сен, жаным. Күшті шомылып жатыр, әне. Жаным. Толқындарды қара, толқындарды келетқан. Достар, теңізден ракушкалар теріп алдық. Түрлі бар екен, я? Ана суында жылан жүр. Жылан? Жылан жүр. Жылан көрдіңдер ма? Көзі солайып тұр ма? Қарасай менікін, сап-сап. Әдем екен, аналар, я? Сап-сап қарасай. Сап-сары? Жабық қой мынау, я? Жабық қой. Қой, қыздар, кейіндер қайтамыз, давай. Қайтамыз. Болыңдар, кеттік, үйге қайтамыз. Достар, біз қайтып жатырмыз. Арука сарығыз, қарағыз болды бүгін. Еркеназ бүгін русалка болды. Асылай русалканың сестренкасы болды. В общем, бүгінгі влогымыз өте қызық болды деп ойлаймын. Не істедің сосын? Қысып тұстамадың ба, шап тұстамадың ба? Ракушкалар теріндер ма? Достар, келесі бізде аквапарк болайын деп тұр. Келесі біздің пункт назначениямыз. Лагунаға барамыз, құдай қаласа. Достар, сіздер барғансыздар ма? Барған болсаңыздар, қандай аттракциондары күшті, бізге жаза кетіңіздер, я? Арука, пока деп қой достарыңа. Пока-пока. Мұхаммед, жаным, саған тегіз ұнады ма?